Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 2 сынып 3 сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы диалог және монолог. Сабақты бастамастан бұрын балалар алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Себебі менің каналымнан 2, 3, 4 сыныптың математика және қазақ тілі пәндерінің үй жұмыстарын көріп, бірге орындай аласыздар. Енді бүгінгі сабақта не өтетінімізді қарайық. Диалог пен монологтың не екенін білетін боламыз және сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысатын боламыз. Енді балалар бізге берілген 9-шы жаттығу, өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы дейді. Бүлдірген тереміз, балақай, алақай, ат жарыс көреміз, балақай, алақай, айға ұшып барамыз, балақай, алақай, кел, ағаш жарамыз, балақай. Хей ата-ай. Яғни Қадыр Мырза Әлидің өлеңі екен, Осы өлеңдегі кейіпкерді анықта, олардың саны нешеу дейді. Балалар, бұл жерде екі кейіпкер бар, атасы және баласы, яғни немересі. Екі немесе бірнеше адамның сөйлесуі, яғни бұл диалог деп аталады екен. Келесі балалар, бізде 10-шы жаттығу, өлеңді түсініп оқы. Оразақын Асқар, авторы. Мен қазақтың тілімін. Мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрің. Менімен тез іске асар, ойға алған арманың. Өлең не туралы? Ол неліктен тілдің атынан айтылып тұр? Өзің қорытынды жасап көр дейді. Және өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жаз дейді. Алдымен балалар өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жазыңдар. Енді біз ары қарай өлеңнің не туралы, яғни оның неліктен тілдің атынан айтылып тұрғанын айтайық, Бұл жерде өлең қазақ тілі пәні туралы. Яғни тіл заңдарын қазақ тілі пәні үйретеді екен, балалар. Енді тағы да ереже беріліпті бізге. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылатын бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп аталады. Келесі бізде 11-ші жаттығу. Мысалды оқы. Менің қызметім күшті. Адамдар үстімде ас ішеді, жазу жазады, деді үстел. Мен болмасам, жаныңа адам жоламас еді, деді орындық. Бұл мысал диалог ба, әлде монолог бе дейді. Яғни соны дәлелдеуіміз керек, балалар. Бұл 11-ші жаттығу диалог, себебі үстел мен орындықтың арасында жүргізілген әңгімені білдіріп тұр, Келесі бізде 12-ші жаттығу, диалогты толықтырып көшіріп жаз делінген. Амансыз ба, әже? Көп нүктенің орнына аманмын. Осыны жазамыз. Халіңіз қалай, әже? Жақсымын, балам. Енді бізге қосымша тапсырма беріліпті. Парталасыңмен ата мен бала рөлінде амандасу жағдаятын құрастырып көріңдер делінген, Бұлай құрап көрейік. Сәлеметсіз бе, ата? Сәлеметсің бе, балам? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы. Өз қалың қалай? Рахмет. Менде де бәрі жақсы, ата. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналдан 2, 3, 4 сыныптың математика және қазақ тілі пәндерінің кез келген үй тапсырмасын көріп, бірге орындай аласыздар. Сау болыңыздар.